Сәлеметсің ме, балақай? Өзіңмен бірге Ләззат апайың. Біз бүгін сенімен жылдың 12 айының аттарымен танысамыз. Біз оларды жатқа білуіміз керек. Өйткені біз оқушымыз. Кәне екеуміз жыл мезгілінің айлары туралы. Бір жылда 4 мезгіл 12 ай болады. Көктем айлары наурыз, сәуір, мамыр. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Күз айлары қыркүйек, қазан, қараша. Қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Осылайша бір жыл 12 айға бөлінеді екен. Міне, көрдің бе, балақай? Жылдың 12 айы бар. Сол 12 айдың әрқайсысын сен қазір көріп, біліп алдың. Ал енді қазір сенмен сәйкесін тап деген ойын ойнаймыз. Ол ойында әр мезгілдің өзінің айларын орналастыруың керек. Дұрыстап. Кәне, мұқият бол. Бірге бастап көрейік, кәне. Тапсырманы орындайық. Көктем айы наурыз, сәуір, мамыр айлары. Жаз, маусым, шілде, тамыз айлары екен. Күз мезгілінің айлары қыркүйек, қазан, қараша, жарайсың. Қыс мезгілінің айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Міне, балақай, сен барлық мезгілдің өзінің айларын ретімен қойып шықтың. Жарайсың, балақай, өте жақсы. Енді осылардың барлығын есіңе сақтай қой, балақай. Ал енді, балақай, мына суретке назар аударшы. 1, 2, 3 деп санмен тұр, иә? Біз бұларды оқушы болғаннан кейін ретімен айту керекпіз. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, 6 ай маусым, 7 ай шілде, 8 ай тамыз, 9 ай қыркүйек, 10 ай қазан, 11 ай қараша, 12 ай желтоқсан. Жарайсың, балақай. Міне, осылай біз ретімен жасап орналастыруымыз керекпіз. Балақай, біз қай мезгілде сабаққа барамыз? Кәне айтып көрші. Дұрыс айтасың. Күз мезгілінде. Я, оның біз 9 айда қыркүйек, я, күздің 1 айы екен, я? Қыркүйек айында сабаққа барады екенбіз, балақай. Жарайсың. Содан кейін біздің жақсы мерекеміз, өзіміздің қазақтың мерекесі, жылбасы қай мезгілде басталады? Есіңе түсірші. Дұрыс айтасың, балақай. Ол наурызда басталады екен. Ал енді қазақтың жыл санауы бойынша айларды да бір айтып кетейік, кәне, балақай. Наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан, қаңтар және ақпан. Міне, балақай, жарайсың. Сен қазақшада жыл санауларын жаттап алды деген ойдамын. Балақай, осы жылдың 12 айын мұқият есіңе сақта. Әрқашан реттілігін сақтауды ұмытпа. Әр мезгілде 3 айдан болады. Соны да ұмытпауға тырыс. Бұларды жаттап ал. Және жаттағаныңмен менімен бөлісуді ұмыт кетпе. Балақай, бүгін сабақ саған ұнады деген ойдамын. Жарайсың, балақай. Келесі сабақта кездескенше сау бол.